Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы кеш. Бүгін 12 ақпан 2026 жыл. Қазақтар, мынандай бір ой келді. Референдумге қарсы бойкот жариялаймыз деп мен бір ұсыныс тастап жатырмын. Соны қолдаймын деген қазақтар болса, хабарласыңдар. Бір ынталы топ ашайық, штаб ашайық. Ары қарай бірге соған қарсы қандай іс әрекет жасаймыз? Заң аясында. Тек бір мен қолымнан түк келмейді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен хабарласыңдар. Қандай ой, идеяларым бар? Заңгерлер бар шығар, адвокаттар, қуат бүйту керек, сөйту керек. Мобилографтар бар шығар, қуат мен сізге мынандай видео жасап беремін. Тағы қуат менің артымда 100 адам бар. Қуат менде мынандай үйім бар. Бас қосайық, талқылайық. Бірақ болмайды. Неге бойкот дейсіз ғой, е? Кейбіреулер айту мүмкін. Барып қарсы дауыс беру керек. Атом электростанцияны көрдік. Барып қарсы дауыс бердік. Ал сайлау штабын ЦИКті басқаратын адам, Ақорданың адамы, сол қанша пайыз деп қаламды алып жазатын адам билікке бағынады. 90% деп айта ма? 90% жазып береді. Бәріміз де білеміз. Бақылаушы институты қалыптаспаған Қазақстанда. Бәрібірде Тоқаев қалай айтады, солай санап береді. Біз білеміз, бізді міне алда мынандай Алик, Шарик, Марикпен дайын тұрды билік. Былай да қайсыны таңдасан да бәрібірде алдайды. Соны біз 17 миллион қазақ біле тұра, соған өзіміз жоқ, бару керек, бойкот дұрыс емес, қарсы дауыс беру. Білеміз ғой бәрібірде Центр избиркомды 90% деп жазып береді. Жарайды. Енді айтады шығар, 90% енді сенбейді, ұят болады. 65% жетеді. 51% да жетеді. Болды. Ертең кеш болады. Қазақтар, мен сіздерге айтамын, бұда бір былық барды. 6 күнде Конституцияны жазбайды. 1 айда референдум. Неге билік асығып бара жатыр? Тоқтаңдар, асықпайды. Дәл қазір бізге өзгеріс керек емес. 2019 жылдан бастап президент сайланғаннан бері қазақтың жағдайы төмендеп келе жатыр. Конституцияны өзгерткен сайын баға өсіп жатыр. Жалақы төмендеп келе жатыр. Қазақтың жағдайы нашар болып, әскерде қазақтың жастары өліп жатыр. Тоқтатыңдаршы. Мынау өзгерістерін бізге тек жамандық әкеліп жатыр. Тоқтатайықшы. Дәл қазір не керегі бар осыны өзгерту? Мынау маған ұнамайды. Мен ананы дұрыс зерттемегесін керек емес. Мен ауылда қарапайым трактор айдайтын қазақпын, қарапайым таксист, мұғалеммін. Бірақ мен мұны ішкі дүниемен сезіп тұрмын. Сендер заңды өзгерткен сайын қазақтың жағдайы жамандап тоқтатайықшы. Тұра тұрыңдаршы, осы конституция бола берсінші. Маған мұна ұнамайды. Мұнан артында бір былық бар. Жоқ, қазақ тілі тағы бірдемесе деп алдап сепаратизммен күресу, бүйту. Тұра тұрыңдар жігіттер. Референдумға қарсы бойкотқа ынталы топ штаб ашайық бірге. Байланыс телефон +380 680 25 27 25. Хабарласыңдар. Тек бір менің қолымнан түк келмейді.
мынау болашағымыз ғой, ертең баламыз, немереміз қалай өмір сүреді. Соған саясатқа араласыңдаршы, қазақтар, құдай үшін. Ертең қазір мынаны қабылдап қойсақ, қазақтың ішінен автономия, жаңа бір қала, оның ішінде парламент, бірдемесе былықтырып жатыр. Қытайға жер берейін деп жатыр, Ресейге жер. Тоқтатайықшы осыны ел бұл. Заң аясында соғысы ертең кеш болады. Ертең айтады, міне, қуат, міне қазақтар өздері қол қойды, сен не провокация жасап жатсың? Міне өздері, міне Қытайдар қала ашуға рұқсат беру, жер сатуға өздері қол қойды. Қуат, болды, тоқтат дейді. Сосын мен не істеймін? Болды, айтамын. Мен шырылдадым, айқайладым, қазақтар. Болды, енді өздерін, өз болашағына өздерін таңдадыңдар, осында құлдың қамытын өз еркіммен тақтыңдар. Сондықтан кешіріңіздер, қазақтар деймін, не істеймін мен? Сондықтан егерде болашақ қазақ, мені қарап отырған қазақ сізге маңызды болса, хабарласыңыздар. Бірге талқылайықшы, бірге ойланайықшы. Неге бәрін маған, Серікжан, Білашқа, тағы неге бәріне артық қоясыңдар? Хабарласыңдар. Елдің болашағы біздің қолымызда болу керек.